Нұрсұлтан Назарбаев 2020 жылы өтетін президент сайлауына қатысады деп ойламаймын. Сенат спикері Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрткүл дүниеге хабар тарататын BBC-ге берген сұхбатындағы осы жеке пікірі кешеден бері қоғамда қызу талқыланып жатыр. Көпшіліктен мұндай назарды күтпеді ме, бүгін төрағаның өзі тілшілерге сұхбаттағы айтқандарын қайта түсіндіруге тура келді. Спикердің жауабымен өзге де депутаттардың пікірін тыңдап қайтқан Гүлбану Аниятқызы тарқатып айтсын. Күні кеше Твиттерде бірінші сыныптан бастап ағылшын тілін оқытуға қарсы шыққан Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың әлемге әйгілі BBC арнасына берген сұхбаты саяси науқанға қылаң бергендей. Онда екінші конституциялық тұлғаның Нұрсұлтан Назарбаев 2020 жылы өтетін президент сайлауына түседі деп ойламаймын. Ол өте ақылды адам, ал саяси дода басқа кандидаттармен өтер дегенін басылымдар жарыса жазып жатыр. Биліктегі екінші тұлға дипломатияның жілік майын шағып ішкен Тоқаевтың жеке пікіріне жұрт қатты мән берді. Тек депутаттар ғана жүре жауап беріп құтылды. Жоқ, өзінің пікірі ғой ол кісінің. Сіздің пікіріңіз қандай осыған? Әркімінде өз ой ғой, әркімнің. Қатыспайды деп айтты ма? Яғни бірдеңені біліп айтқан шығар деп ойлаймын. Сіз кімге елестетесіз сол жылы 2020 Алла біледі. Ал ұзақ жылдар бойы президенттің баспасөз хатшысы болған қазіргі ақпарат министрі Дәурен Абаев сайлауға қатысу туралы шешімді елбасының өзі қабылдайды деді. Пікірінше, егер Нұрсұлтан Назарбаев келесі саяси додаға түссе, бұдан Қазақстан тек ұтады екен. Казахстан только выиграет от того, если глава государства будет принимать участие в 2020 году. Жұрттың аузында жүрген саяси сұхбатына қатысты отырыстан соң Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі түсініктеме берді. Әңгіме барысында президент жайлы айтылғандарға дүрлігудің қажеті жоқ деген Сенат спикері журналистер тек сайлауға қатысты пікірімді үзіп алып жариялады деп отыр. Және соңғы сөзді ұлт көшбасшысы елбасының өзі айтады деп түйіндеді. Елбасы өзі шешеді. Барады, бармайды ма сайлауға? Мен осы айттым, осы мәселені айттым. Бірақ ең басты мәселе біздің мемлекетіміздің басқарып отырғаны. Бұл елбасы. Осылай деп кетуге айналған төрағадан тілшілер өзіңіз сайлауға түсесіз бе деп те сұрады. Жылы жымиған Тоқаев бұл сауалды жауапсыз қалдырды. Гүлбану Аниятқызы, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.